Британияда қайырымдылық деген адамдарға бір-біріне көмектесу деген өте бір жоғарғы деңгейде деп айтсақ болады. Сондайдың бір дәлелі, сондайдың көрсеткіші мынандай бір магазиндер, мынандай бір дүкендер 2 фунт ағаштан жасалған, мынаны мысалы үшін 3 фунтқа. Бұланы отырып бәрін тексеріп алуға болады. Мына сияқты орындықтар бар. Бұл 7 фунттық екен. Бұның барлығын адамдар өздерінің тұрған үйлерінен әкеліп тастайды. Бұның барлығы тегін беріледі. Бұның барлығын charity деп аталады. Сол charityдің қазіргі күнде атқаратын міндеті елдің қолданыстағы емес, керек емес заттарын осындай дүкендерге қойып, басқа адамдарға келіп өздеріне керегін сатып алады. Себебі мұнда өздеріңіз білесіздер ме, мигранттар көп, көп адамдар қаржы жағынан қысылады. Мұнда келіп үйге керек заттың бәрін тауып алуға болады. Жалпы британдықтардың әдеті осындай, өздерінен шығып қалған дүниелердің барлығын осындай дүкендерге алып келеді. Дүкендер сатып, оның түскен пайдасын әртүрлі ауруларды зерттеуге жұмсайды. Киім-кешек, ыдыс-аяқ, бытовой техника, матрас, төсек, көрпе, ойыншықтың түрлі аяқ киім, іш киімдердің өздерінде бар ғой. Сонда мен таңғалған дүнием өте көп болып тұр. Британдықтар осында келіп киімдерін таңдап киіп жатады. Мен үшін аса жақсы дүние емес. Сіз қалай ойлайсыз?